Сәлеметсіздер ме менің оқырмандарым, сіздермен Таңшолпан. Бүгін мен сіздерге осындай сладкий перецтерді қысқы мезгіліне қалай сақтау керек екенін көрсетемін. Бізде осы жерде 22 килограмм сладкий перец. Мен осылардың барлығын үлгертіп, қазір бәрін бөліп шығамын. Алдымен менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Бірінші әдісі осындай түрінде жасаймыз. Бұл үшін бізге морковь керек. Морковьті мен осындай ұсақ түрінде турап аламын. Барлығын мен осы ыдыспен өлшеп саламын. Осы ыдысым толғанша дейін мен морковьтардың барлығын ұсақтап турап шығамын. Біздің осындай үлкен ыдысқа барлығын аударамын. Келесі бізде сладкий перецті тураймын. Тоже осылай кубик түрінде, ұсақ түрінде турап шығамын. Келесі менде помидор. Помидордың осындай қызыл түрін алып, барлығын жуып тазартып, керек жерлерін алып тастап, 4-5 осылай тоже турап шығамын. Және де оны да осы біздің морковімізбен сладкий переціне саламыз. Үстінен мен укроп саламын. Мен укропты жаз мезгілінде турап заморозкаға салып қойған болатынмын. Сіздер свежий күйінде алып турасаңыз да болады, петрушка қоссаңыз да болады. Мен осылай бір салафан укропты салып араластырамын. Бұндай заготовка өте түрі де әдемі, барлық тамақтың түсін әдемі ашып, дәмді қылады. Осыны біз жақсылап араластырамыз. Барлығын тең бөлікте салафанға бөліп шығамын. Арнайы ыдыстарға салсаңыздар болады, арнайы салафановый пакеттерге салсаңыздар да болады. Мен осылай қолжетімді салафандарға теңдей бөліп шығамын. Өзіме керек кезде шетінен бөліп алып, тамақтарға қосып, салатқа қосып, керекті өзіміздің қолдана беруімізге болады. Осылай тақташайлап, ауасын шығарып, біз трубочкамен ауасын суырып аламын. Сонда бізге мұз болып қатты көп орын алмайды. Қараңыз, түрі осындай әдемі, цветі күшті болып тұр. Осылай тақтайшалап, осылай жасасаңыз, сонда көп орынды алмайды. Алып шыққан кезде тез еріп, шетінен бөліп алып, тамаққа қоса берсеңіз болады. Екінші әдісі, мен осындай кубик түрінде тураймын. Осы кубик түрінде өзін салафанға салып заморозитетемін. Керекті салаттарымызға, пиццаға қандай керек, соның барлығына өзіңіз қоса берсеңіз болады.
мінекей осындай менде 4 целлофан болып шықты. Өте әдемі. Үшінші әдіс, мен осындай жіңішке түрінде тураймын. Бұл да біздің өзіміздің керекті заттарымызға қолданып, тамақтарға салып қолданып ыңғайлы қылып, осылай жіңішкелеп турап шығамын. Бұл біздің үшінші әдісіміз. Теңдей барлығын осылай турап шыққаннан кейін мен оны бірдей целлофанға бөліп, бір целлофаннан ауасын шығарып, барлығын аузын бекітіп, морозильникке тастайтын боламын. Осындай әдемі біздің сладкий перецтеріміз. Төртінші әдіс, мен осындай жарты бөліктерін осылай түрінде сақтаймын. Бұны мен түрлі тағамдармен немесе өзіме керекті фасонда турап алу үшін осындай күйінде сақтаймын. Дымлама жасаған кезде осындай жарты күйінде қазанға салғанда өте дәмді. Және де мен дөңгелек күйінде фаршированный перец жасап, келесі видеомда салатын боламын. Қалай сақтайтынымды фаршированный перец ретінде. Келесі видеомда міндетті түрде шығады. Мінекей осындай 2 целлофан. Осындай жартыларынан шықты. Өздеріңізге ыңғайлы фасонда осылай заморозтетіп қатырып алсаңыздар болады. Менімен соңына дейін болғандарыңызға рахмет. Сау саламатта болыңыздар. Келесі видеода кездескенше.